Сәлем достар, Кукабика каналына қош келдіңіздер. Достар, біздің видеоларымызға лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Ал егер сіз біздің каналымызға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Өйткені алдағы уақытта біздің каналымызда көптеген қызықты видеолар болады. Алдыңғы клубника в шоколаде рецептінде, яғни видеосында сіздер банан в шоколаде жасаңызшы деп сұраған екенсіздер. Енді сол сіздердің сұрауларыңызбен мен бүгін банан в шоколаде жасайын деп жатырмын. Ол үшін бізге мындай 2 шоколад, 2 банан, үлкендеу, сосын бізге шпажкалар керек. Бірақ мен шпажка таппадым. Үйден осындай 2 палочка тауып алдым. Қазір осылармен істеп көрем. Бананға түйреген кезде тұра ма екен, тұрмай ма екен білмеймін. Қазір жасап көретін боламыз. Достар, кеттік, бастаймыз. Алдымен мен банандарымды ашып дайындап алайын. Әдемілеп, тазалап. Енді мына банандарымды қазір 2-ге бөлейін. Сонда менде 4 банан в шоколаде шығады қазір. Сосын палочкаларымды шығарып дайындап қойын. Сосын шоколадымды ерітетін газге су қойып қойын. Соң қайнай берсін. Банандарды 2-ге бөлдім. Онан соң жаңағы палочкалар тоже 2-ге бөлдім да. Банандарға түйреп қойдым. Қазір мен бұларды сәл уақытқа морозильникке салып аламын. Пока су қайнайын дегенше. Енді шоколадтарымызды ашып пакетке салайық. Қазір мына салфанды былай қарай жылжытып, мына жақтан ыстық су құямыз. Суымыз да қайнап қалған екен. Ыстық суымызды құйайық. Ал достар, енді банан в шоколаде жасауға кірісеміз. Шоколадымыз еріп дайын тұр. Банандарды морозильниктен алдым. Ал енді бастап көрейік, қалай болады екен. Ой, мынау кірмей жатыр ғой. Мінекей. Мынандай болып шығып жатыр. Қалай болады мынау? Қолымның бәрі шоколад болды. Болмайды екен мындай немен. Қазір бүлкімен алатын шығармын. Достар, мінекей, менің клубник банан в шоколаделерім. Қараңыздар, қандай болып шыққанын. Алдында дәл осылай клубника в шоколаде жасаған едім. Ол кезде әдемі шыққан сияқты еді. Енді бұл жолғылар что-то білмеймін, бір түрлі болып шыққан сияқты. Мына қараңыздар, қолым қандай болған. Бәрі шоколад. Бұлар не деп айтамыз енді, достар? Неудачный шыққан банан в шоколаделер деп айтамыз ба? Или нормально шыққан сияқты ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Мындай болып шықты. Достар, негізінде арнайы шпажка алыңыздар. Мындай палочка болмайды екен, тұрмайды екен бананға. Мына банандар мынаның ішіне құлап кетті біреуі. Оны шығара алмай, сөйтіп. Мына мен түйреп, әйтеуір зорға шығарып алдым.
Қазір үйден мынандай тауып алдым. Қазір осымен банан шоколаделерді әсемдеймін. Мінекей былай сеуіп үстеріне. Былай әрлеп, әдемілеп. Мынау домалақ-домалақтар негізі жеуге болатын нәрселер. Алдында мен торт жасадым ғой. Солардан қалған болатын. Соларды жібейін осылай әдемілеп. Енді бұны қазір мен морозильникке салып қоямын 10-15 минутқа. Достар, мына банан шоколаделерді морозильникке 15 минут қойып алдым. Қалай болып шыққанын қазір Бегімнен сұраймыз. Бегі мырза, жеп көріңіз. Өте керемет. Шынымен де ма? Шынымен жей беру керек. Өте тәтті. Достар, мінекей сіздердің сұрауларыңызбен бүгін банан шоколаде жасадым. Дәмі өте керемет шығады екен. Қазір біз ол банан шоколаделермен шай ішетін боламыз. Сіздерге бұл видео ұнады ма? Ұнаса егерде комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта біздің каналымыздан қандай қызықты видеолар көргілеріңіз келеді, ұсыныстарыңызды да комментарийға жазып кетіңіздер. Достар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Достар, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.